Hello everyone, welcome to our English lesson. Баршаларыңызға сәлем. Біздің ағылшын тілі сабағына қош келдіңіздер. Біздің YouTube арнамызда сіздер ағылшын тілін оңай әрі тез үйренетін боласыздар. Ол үшін біздің YouTube каналымызға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып жүрсеңіздер болды. Біз сіздермен керемет, қызықты ағылшын тілінің тақырыптарымен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сіздерге өте қызық болуы мүмкін. Ол үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ағылшын тілін тез арада оңай үйренудің 6 жолын ұсынатын боламыз. Міндетті түрде дәптер, ручкаларыңызды алып жазып алсаңыздар болады. Себебі біз айтатын 6 жол ол тексерілген әдіс. Сіз осы 6 жолды міндетті түрде күн сайын орындайтын болсаңыз, онда қысқа уақыт аралығында кемі 1-2 айдың ішінде сіз базалық ағылшын тілін үйренетін боласыздар. Ал кеттік. Ең бірінші әдіс ол reading, оқылым. Мүмкін сізге қарапайым естілу мүмкін. Мен ағылшын тілін әріптерін білемін, мен оқи аламын деуіңіз мүмкін. Бірақ ең бірінші жол осы оқылым болып табылады. Яғни сіз ағылшын тілінде алфавитті білесіз, оқи алатын қабілетіңіз бар, шамалы сөздік қорыңыз бар. Енді сіз оны дамыту үшін, сөздік қорыңызды, тіліңізді дамыту үшін міндетті түрде осы оқылымды қосуыңыз керек болады. Оқылымды қалай оқимыз? Сізге түсінікті, қызықты, яғни мысал үшін әлемдегі бір қызықты болып жатқан жаңалықтарды оқысаңыз болады. News дейміз ғой, жаңалықтарды, немесе қысқаша бір мақалаларды оқысаңыз болады, немесе балаларға арналған өте жеңіл түрде, базалық тілде үйретілген балаларға арналған kids book дейді. Яғни балаларға арналған кітаптарды оқысаңыздар болады. Немесе фильм. Сіз мысалы өзіңіз ұнатып көрген фильмдер, кейбір фильмдер белгілі бір кітап желісінен түсірілген болады. Сол үшін бірінші фильмін көріп алып, одан кейін оның кітабын оқысаңыздар да болады. Сол кітабын оқу арқылы сізге мүмкін ана жерде сөздер түсінікті болмауы мүмкін, бірақ сіз фильмді көрдіңіз ғой. Сіз фильмді көргендіктен ана жерде кітаптың ең болмағанда хотя бы сізге мазмұны түсінікті болып тұрады. И сіз ана кітапты оқып жатқан кезде сіздің алдыңызда бір түсініксіз сөздер, сөз тіркестер болып қалса, сіз аударып бір күнде 3-4 сөз үйренсеңіз де, ол сіздің ағылшын тіліңізді одан әрі дамуына қатты септігін тигізетін болады. Сол үшін міндетті түрде ең бірінші жол ол reading, оқылым. Кеттік. Келесі, екінші тіл үйренудегі ең маңызды жол, ең маңызды кеңес деп айтуға болады, ол listening, яғни тыңдалым. Тыңдалым дегенде не? Вроде біз ағылшын тілінде әндер тыңдаймыз мүмкін, кез келген жерде әндер тыңдаймыз, немесе бір ағылшын тілінде фильмдер үзіндісін көріп қалуымыз мүмкін. Сол кезде біз түсінбеуіміз мүмкін, себебі біздің тыңдау деген дағдымыз біздің әлі қалыптаспаған. Сіз күніне 1-2 рет, немесе бір өзіңіздің 15-20 минут уақытыңызды осы тыңдалымға бөлсеңіз, өте керемет нәтижеге жетесіз. Тыңдағанда не тыңдайсыз? Ең бірінші бір қиян, бір оқиғаларды, фильмдерді тыңдаудың қажеті жоқ. Ең алдымен бастапқы деңгейде сізге музыкалар, өзіңіздің жақсы көретін бір әніңізді қойып алыңыз, бір сөзі оңай әндерді қойып алып, соны тыңдасаңыз болады. Бір күнде мысалы үшін 4 ән, и ол әнді сіз күн сайын қайталап тыңдаған дұрыс та негізі. Сонда сіздің ана жердегі тыңдалым арқылы сіз ол сөзді бір тыңдағанда түсінбеуіңіз мүмкін. Уже 2, 3, 4 рет тыңдаңыз, ана сөз сіздің құлағыңызға жайлап үйреншікті бола бастайды да, сіз ол сөзді уже аударасыз. Мына сөздің аудармасы қандай айтпақшы дейсіз да, ол сөз, сіз ол сөзді келесіде сол әндегі сөз тыңдаған кезде ана сөздің аудармасы сізге автоматы мына жеріңізге уже включация етіліп қосылып отырады. Сол үшін де біз ағылшын тілін үйренген кезде тыңдалымдың маңызды деп айтатынымыз сол. Яғни сіз мүмкін оқи аласыз, может сізде словарный запас жетеді, бірақ тыңдамасаңыз ол да бекер. Себебі тыңдалым маңызды. Осылай өзіңіздің
ұнататын әндеріңізді тыңдау арқылы тыңдалымды жақсартуға болады. Немесе мынау ютубта қысқа бір ТВ шоулар бар, өзі ютубтан іздесеңіздер болады. Солай қысқа түрде ТВ шоуларды тыңдасаңыздар болады. Дәл осылай тыңдалым арқылы өздеріңіздің ағылшын тілін үйрену қабілетін тағы да бір арттырасыздар. Бұл бізде екінші кеңес. Келесі бізде үшінші кеңес. Үшінші кеңеске тоқталайық. Үшінші кеңес ол бізде speaking, сөйлеу. Жалпы барлығына керек нәрсе speaking, сөйлеу. Бірақ біз сөйлеуіміз үшін де бір нәрсе жасауымыз керек қой. Не жасауымыз керек? Әрине сөйлеу үшін де өзінің бір арнайы қадамдары бар. Сол қадамдарды орындауымыз керек. Ол қалай? Мысал, бәріміз интернетте отырамыз, әртүрлі Facebook'та, мүмкін әртүрлі веб-сайттарда отырамыз. Сол жердегі, мысал үшін, достар арттырсаңыздар болады өздеріңізге, Сол жерде өздеріңізге достар арттырып, солармен бірге әңгіме дүкен құрсаңыздар болады. Немесе мен сіздерге бір мүмкін күлкілі болуы мүмкін, бірақ өте реально көмектесетін метод ол айнаға қарайсыз. Кәдімгідей айнаға қарайсыз да, тура айнаға қарап өз-өзіңізбен сөйлесесіз. Мысал үшін, мүмкін өзіңізді таныстырасыз, мүмкін өзіңізге ұнайтын, ұнамайтын заттарды айтасыз. Хотя бы 3-4 сөйлем болса да сөйлейсіз. Неге сөйлеу маңызды? Себебі біздің тіл сыну керек, ағылшын тіліне сыну керек. Байқасаңыздар, ағылшын тілін енді сөйлеп келе жатқанмен, күнде сөйлейтіндердің арасында кәдімгідей тілдік айырмашылық болады. Сондықтан біз тілді ағылшын тіліне төсеуіміз керек. Сондықтан хотя бы күніне бір рет болсын, немесе азанды кешке болсын, міндетті түрде айнаға қарап сөйлеңіз. Немесе бір жұмысқа бара жатқан кезде, оқуға бара жатқан автобуста, таксиде отырсаңыз да, отырып өз-өзіңізбен іштей диалог құрыңыз, іштей сөйлесіңіз. Ол да реально көмектесетін әдістердің бірі болып табылады. Сол үшін speaking ең маңызды. Бірінші сөйлеу, барлығымыздың арманымыз ағылшын тілінде еркін сөйлеу, шетелге шықсақ та еркін сөйлеу деген сияқты. Бірақ сөйлеу үшін не істеу керек? Әрине маңызды кішкентай қадамдардан бастап сөйлеуіміз керек. Келесі біздегі кеңес, келесі ағылшын тілін үйренудің ең маңызды жолдарының бірі ол writing, жазылым. Оқи аламыз, тыңдай аламыз, сөйлей аламыз, бірақ жаза білу де қабілеті міндетті түрде керек болады. Себебі жазылым арқылы біріншіден бізде сөздік қорымыз дамиды. Яғни ана сөзді жазып отырған кезде фотографический память дейді ғой. Ана сөзді көрген кезде автоматом уже сен аударып отырасың. Ми біріншіден іске қосыла бастайды. Еще жазып жатқан кезде, writing кезінде оны сен оқисың, уже оқылым қосылады. Яғни бір дағдының ішіне бірнеше дағды қосылып тұр. Сондықтан writing маңызды. Жалпы writingді қалай жүзеге асырамын деңіз мүмкін. Просто отырыңыз да, заметкаға немесе бір ручка мен тарақ алып алыңыз да, бүгінгі күніңіз туралы жаза беріңіз. My day, мысал үшін. I wake up at 7 o'clock, I do my homework, I go to the university, немесе I cook dinner деген сияқты сондай бір қысқа өзіңізге білетін сөздермен солай құрастыра берсеңіздер болады. Немесе тағы да бір жолы pen friends деген ұғым бар. Pen friends деген мынау интернеттегі достар. Facebook арқылы немесе қазір заман дамыған кез келген сайттармен, кез келген әлеуметтік желіні пайдалана отырып, өздеріңізге дос арттырып, солармен хат алмасу арқылы өздеріңіздің жазу дағдыларыңызды дамытсаңыздар да болады. Бұл да ағылшын тілін сізге үйренуге көмектесетін ең бір керек әдістердің бірі болып табылады. Келесі біздегі 5-ші әдіс ол бізде vocabulary. Vocabulary сөздік. Сөздік білесіздер, сөйлеу үшін, оқу үшін, жазу үшін, барлығын тыңдағанды түсіну үшін жалпы сөздік керек. Егер біз ағылшын тілінде сөздікті жаттамайтын болсақ, онда біз ешқандай да ағылшын тілі деңгейімізді көтере алмаймыз. Бірақ сөздік қалай жаттаймыз? Тек қана отырып алып, мысал үшін, бүгін 10 сөз жаттадым, ертең тағы 10 сөз жаттаймын деген сияқты емес. Сөзді жаттағаннан кейін ол сөзді міндетті түрде сөйлеуге қосу керек. Яғни қолдану керек сөзді. Сөзді көбінесе фразалық түрде жаттаған өте есте қалады. Немесе сөз тіркесі ретінде жаттасаң, немесе сөйлем ретінде, мысал үшін book бәрімізге
білетін сөз мысалы келтірейін, book кітап екенін білеміз. Оны қасына сөз тіркесімен жаттасақ, сөйлеу кезінде де қолдануға ыңғайлы. Мысалы үшін I have got a book, менде кітап бар. Give me this book, мына кітапты маған берші. Немесе I read this book, мен мына кітапты оқимын деген сияқты. Осылай бір сөйлемдермен, сөз тіркестермен сөздікті жаттасаңыздар, более сіздердің естеріңізде қалады. Ең соңғы ол әдісі ол conversation. Ол бізде әңгімелесу, яғни диалог құру, біреумен әңгіме айту. Ол да маңызды. Жаңа біз спикинг кезінде, болады спикинг кезінде монолог ретінде өзің үйреніп алуға болады, немесе қасыңа достар табуға болады. Ал conversation ол маңызды. Conversationды қалай жүзеге асырамыз? Conversationды мысалы өзіңіз сияқты тіл үйреніп жүрген адамдармен бірге диалог құрсаңыз болады. Немесе сондай бір тіл үйренетін орталар болады. Native speakers дейді ғой, ағылшын тілінде сөйлейтін жаңағы шетелдіктермен бірге conversation, диалог құру арқылы да сіз өзіңіздің ағылшын тілі деңгейіңізді кәдімгідей арттыратын боласыздар. Міне осы 6 жол сіздің ағылшын тілі деңгейіңізді күнде жасайтын болсаңыз міндетті түрде арттырады. Ол қандай жолдар? Тағы да бір еске сақтап алайық. Ең бірінші reading, оқылым, міндетті түрде күніне таңертең кешке немесе күнде 20 минут оқып тұру маңызды. Екінші деңгей ол бізде listening, тыңдалым. Хотя бы бір жұмыс істеп жүрсеңіз де, немесе бір жаққа кетіп бара жатсаңыз да тыңдап отыру. Ағылшын тілінде подкасттар тыңдасаңыздар болады, немесе диалогтар тыңдасаңыз болады, немесе өзіңіз ұнайтын әнді тыңдасаңыздар болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Главный тыңдалым болу керек күнде. Келесі үшінші жолы бізде speaking, яғни сөйлесу. Өзіңізбен күніне бір рет немесе 2 рет айнаға қарап өзіңізбен сөйлессеңіз болады, немесе жолда кетіп бара жатып іштей сөйлессеңіз болады. Яғни ең маңызды ол бізде speaking. Келесі төртінші жол ол бізде writing, жазылым. Яғни өзіңіз былай хат жазсаңыздар болады, немесе шетелдік достармен хат алмассаңыздар да болады. Жазылымды да күнде қосуымыз керек. Келесі бесінші жол бізде ол vocabulary, яғни сөздік. Міндетті түрде күн сайын сөзді сөз тіркестермен жаттап жүру керек. Хотя бір күнде 5 сөз жаттасаңыз, уже бір айда 150 сөз жаттайсыз. Яғни 150 сөз деген кәдімгідей сіз уже белгілі бір тақырыптарда әңгіме айта аласыздар деген сөз. Біздің алдағы сабақтарымызда осы сөйлеу кезінде маңызды қолданатын сөздермен сіздермен бөлісетін боламыз. Сол үшін біздің арнамызға тіркеліп сабақтарды жіберіп алмай отырыңыздар. Келесі ең соңғы жолы ол бізде conversation, яғни әңгіме дүкен құру. Conversation, оны да айтып кеттік. Өзіңіз сияқты тіл үйренушілермен бірге диалог құру арқылы, немесе өзіңізбен монолог құру арқылы да тілді үйренуге болады. Бүгінгі біздің сабағымыз осы болатын. Егер ұнап жатса, немесе түсінбеген сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырсаңыздар болады. Біз сіздермен міндетті түрде кері байланыс орнатамыз. Goodbye, my friends.